Менің каналыма қош келдіңіздер. Мына матадан қызым юбка тіккен болатын. Мынандай үлкен қалдықтар қалыпты. Бұдан не істеуге болады деп ойладым. Бұл қалдықтардан үлкен нәрсе шықпайды. Сондықтан кішігірім нәрсе тігуге болады. Олай болса, бұл қалдықтарды іске жаратайын. Біріншіден әдемілеп тұрып үтіктеп алайын. Әрқайсысын жеке үтіктеп алайын. Мінекей, әдемілеп үтіктеп алдым. Үстелдің үстіне әдемілеп қойып барлық қалдықтарды сөйтіп реттеп алайын. Матаның түсі ашық қоңыр, өте әдемі түс. Бұдан бір керемет нәрсе тіксем деп ойладым. Үйде ескі журналдар өте көп, сондықтан мына Бурда журналының бұрынғы 10-шы санын 2002 жылғы соны қарап мына бір жилетті тіксем деп ұйғардым. Өзімнің өлшемімді тауып алып, салафанға выкройканы түсіріп алдым. Сөйтіп, жаңағы қалдықтардан жилеттің выкройкасын қидым. Выкройканы сәл үлкендеу қылып қиып алдым, өйткені тігіске де кетеді. Бұл қалдықтардан жилет шығады. Выкройкамды жақыннан көрсетейін. Мінекей, мынау алды болды. Мынау боковойы. Мінекей, мынау артқы бөлігі. Артқы бөлігін өздеріңіз байқағандай, былай жалғадым. Боковойын да, спинкасын да. Енді барлық жалғауларын тігіп алдым. Мінекей, алдында вытычкасы бар. Боковойын тігіп алдым. Алдыңғы бөлігі дайын. Мінекей. Енді артқы бөлігін көрсетейін. Артқы бөлігі де құралып тігілді. Мінекей, артқы әдемі бөлігі. Алдында воротнигі болады кішігірім, сондықтан бірінші подбартасын дайындап алдым. Үлкен қалған кусоктарынан. Мінекей, артындағы спинкасының аптачкасын да дайындап алдым. Мойнындағы. Бұл детальдарға дублерин жапсырып алдым, әдемілеп тұрып. Мінекей, енді дублеринді жапсырғаннан кейін үтікпен ол дублерин қанша түзу қып қиғанмен де шет-шетінен шығып тұрады. Сондықтан бұның артық жерлерін дублериннің қайшымен алып тастадым. Тігіс кезінде кедергі жасамас үшін. Дублериннің барлық шығып тұрған жерлерін осылай қайшымен алып тастадым. Плечевойын тігіп алдым жилетімнің, өйткені мойнындағы аптачкасын спинкасындағы тігу керекпін. Плечевойын тіккеннен кейін зигзагпен обработать еттім, өйткені оверлогым алыс жақта. Міне подбартасын тігіп қойдым. Жилетімді әдемілеп жатқызып алып, енді артқы спинкасындағы аптачкасын тігемін. Ол үшін бірінші мынау алдыңғы бөлігімен жалғастырамын. Тігіп алып, міне бұлай иықтарын, плечевойын. Сонан кейінен барып, мойнын тігемін. Машинкамен. Аптачка мен подбартаның мойын жақтары тігілді. Енді мынау тігістің жалғасын алып тастаймын қайшымен. Және де рассечка беремін. Рассечканы не үшін береді? Өйткені тігіс жақсы жату үшін. Ешқандай бүкпесіз әдемі жатады, сондықтан осындай ирелең жерлерге рассечка беріледі. Менің аптачка мен подбартам дайын. Мінекей, әдемілеп үтіктеп алдым. Жақсы жатты. Шеттерін зигзагпен обработать еттім. Ендігі кезек жеңіне аптачкалар дайындау. Оны да тура қалай осылай жатыр, солай аптачкаларын қиып алып, жалғап машинкамен дублерин жапсырып белгілеп алдым. Енді боковойын асықпай әдемілеп тіге берсем болады. Алдартын әдемілеп түзулеп бір-біріне лайықтап алдым. Енді боковойын тігемін. Булавкамен қыстырып алдым. Сөйтіп машинкаға боковойын тігіп алдым. Одан кейін жеңінің аптачкасында тігіп алдым. Мінекей, мынандай болды. Бұл аптачкаларға да тура мойындағыдай рассечка беремін. Боковойын тіккеннен кейін зигзагпен обработать еттім. Мынау жеңінің аптачкаларының шетінде зигзагпен обработать еттім. Тігістерінің шеті жалбырап кетпес үшін, аккуратный болу үшін.
Рассечка берілгеннен кейін аптачкаларым әдемі жатады. Жеңнің аптачкалары дайын болды. Жилеткам мінекей. Аптачканың ішінен 0,1 сантиметр строчка бердім. Жақсы жату үшін. Оны рассечка беріп болғаннан кейін. Бірақ сыртынан, аптачканың сыртынан строчка жүргізген жоқпын. Бұл аптачкаларды мен закрепить еттім. Плечевой мен сыртынан, рельефный шовтарына, боковойына сыртынан закрепка бердім. Мінекей. Сонда менің шовтарым әдемі аккуратный болды. Жилеттің соңғы жұмыстарына да кеп қалдым. Низына полоска қиып алып, дублерин жапсырып, жилетканың етегіне тіктім. Жилеткамның тігістерінің бәрі тігілді. Сыртынан ешқандай шов берген жоқпын. Низына да. Низін қалай закрепить еттім. Рельефный шовтарға, боковойларға сыртынан тура жеңіндегі аптачка сияқты закрепка бердім. Енді жилеткамның сыртынан көрейік низін. Мінекей, закрепкалары мынандай болды. Сонда сыртынан ешқандай шов жүргізбедім. Жилеткам дайын болды. Ендігі кезек түймелерін қадаймын. Сөйтіп жилеткамды кие беруге болады. Жилеткам өзіме қатты ұнайды. Мынандай свободный джинсымен киюге болады. Мінекей. Мынау жанынан, мынау алдынан. Түсі өте әдемі, маған қатты ұнады. Жақыннан көрейік. Мінекей. Модный жилет болды. Бұл жилетті басқа киімдерме де киіп көрдім. Мінекей. Мынандай свободный летний шалбармен де киіп көрдім. Бұнымен де жарасатын сияқты. Мынандай юбкамен де киіп көрдім. Бұл юбкамды жакетімен бірге осы видеоларымның ішінде бар. Былтыр тіккенмін. Күзде кидім, көктемде кидім. Мінекей. Өте керемет болды деп ойлаймын. Сіздерге ұнаса лайк басуды ұмытпаңыздар.